Қайрат пен Селтик матчынан кейін хит болған маска, бірақ ол жай бетперде емес, томағап. Бұл суретте мұздай қаруланған Қыпшақ батыры бейнеленген, ал Road to Europe деген жазудың сыры мынада. 11-13 ғасырларда Еуразия даласындағы ұлан ғайыр жерді Қыпшақтар бақылауында ұстаған, білесің ғой. Мысыр мен Сирия билеушісі Бейбарыс Сұлтанның Қыпшақ текті болғаны да баршамызға мәлім. Англия мен Франция әскерлерін күл-талқан еткен Бейбарыс Сұлтан бастаған мәмлүктер. Мажарстанда 13 ғасырда билеп төстеген мадиярлардың да ата жұрты қазіргі Қазақстан, ал Қыпшақ батырлары ол кезде дәл осылай сауыт сайман киіп алып аттанатын соғысқа. Темірден соғылған бетперде секілді дулыға жауынгерлердің басы мен мойнын қарудан қорғайтын, әрі жауға сұс көрсетер сауыт болған. Еуропалық хроникаларда Қыпшақтар бет жүзін темірмен бүркеген қорқынышты жауынгерлер деп сипатталады. Мажар деректерінде олардың жүзінде ешқандай эмоция жоқ, тек бос қуыс көз деген суреттемелер кездеседі. Археологтар дәл осындай темір бетперделерді Қазақстан мен Қара теңіз маңындағы Қыпшақ орындарынан тапқан. Олардың кей үлгілері қазір Эрмитаж бен Британ мұражайында сақтаулы. Адамның жүзін айнытпай қайталайтын томағапта мұрынға, құлаққа арнайы ойық жасалатын, мұртта міндетті түрде бейнеленетін. Себебі түркі халықтары үшін мұрт ер жігіттің айрықша белгісі. Айтпақшы, Қайраттың Реал Мадридпен ойынын сен де күтіп жүрсің бе? Оған дейін қалам баламнан талай қызық ролик көрейін деп тұрсың ғой. Ендеше бізге жазылып ал.